4, саламатсыз ба? Науқастың туыстары бұрынғыдай 103 станциясына қайта-қайта қоңырау шалып, бригада қайда, келе жатыр ма деп сұрап, диспетчерлерді алаңдатпайды. Шақырту жасалғаннан кейін азаматтың телефонына карта сілтемесі бар SMS хабарлама жіберіледі. Сол сілтеме арқылы браузерде жедел жәрдем көлігінің қозғалысын бақылауға болады. Астанада жедел жәрдем қызметі цифрлық жүйеге жаңа қадам жасады. Енді қала тұрғындары жедел жәрдем бригадасының өздеріне қарай келе жатқан бағытын онлайн бақылай алады. Бұл жаңашыл жоба шұғыл қызметтердің жұмысын барынша ашық етіп, азаматтардың алаңдаушылығын азайтуға бағытталған. Сонымен қатар, диспетчерлерге түсетін салмақты едәуір жеңілдетеді дейді. Бұл ыңғайлы, әрі түсінікті, көліктің қай жерде келе жатқанын және қай уақытта келетінін мүмкіндік береді, соны көрсетеді. Бұл жаңашылық жедел жәрдем қызметінің жұмысын ашық етеді, азаматтардың уайымын азайтады және диспетчерлерге түсетін жүктемені төмендетеді. Сондай-ақ жедел жәрдем келе жатқан алдын ала көру мүмкіндігі азаматтарға дайындалуға көмектеседі. Мысалы, ауладағы шлагбаумды ашуға, медициналық құжаттарды дайындауға немесе бригаданың күтіп алуға уақыт береді. Ал қазіргі таңда бұл функция Астана қаласының бірінші санаттағы кейбір шақырулар үшін іске қосылған. Алдағы уақытта бұл сервис еліміздің барлық өңіріне кезең-кезеңмен енгізуге жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда Астананың жедел жәрдем қызметі күніне кемі 6000 қоңырау қабылдайды екен. Оның 40% бригаданың келу уақытын сұраған қайта-қайта қоңыраулар. Бұл диспетчерлер үшін қосымша жүктеме. Бүгінгі таңда республикада жедел медициналық көмек қызметі 20 дербес станциядан, 95 қалалық қосалқы станциядан және 195 аудандық бөлімшеден тұрады. Облыстық және қалалық жедел жәрдем медициналық қызметі станцияларында бір ауысымда 1524 жедел жәрдем бригадасы жұмыс істейді. Олардың 261-і 17,3% мамандандырылған дәрігерлік. Ал 1260-ы 82,7% фельдшерлік бригадалар. Бұрын кейбір азаматтар 5-6 рет қатарынан хабарласып, бір жағдайды бірнеше рет айтып, жедел жәрдем станция қызметкерлерінің мазасын ала береді. Ал қазір қалай деген сұраққа диспетчер былай деді. Біздің карта бойынша қарап отыруымызға болады. Тұрар Рысқұлова, Фариза Оңғарсынова. И міне жаңағы шақырту бойынша келген уақыты 15:28, 15:23-те түсті, 15:24-те берілді, и 15:27-де бригада келді жаңағы шақырту берілген жерге. Карта уақыты бәрі жазылған мына жерде. Осы карта бойынша біз қарап отырамыз бригадалардың қай жерде бара жатқанын, келе жатқанын. Бұл салада мен 18 жыл жұмыс істеймін, осы жедел жәрдемде 15 жыл болды жұмыс істегеніме. Осы өзгерістерде байланыстар бар. Егер де жол ашу керек болса, біз 050 деген не бар. Служба соған звондаймыз, олар бізге зеленый светофор ашып береді. Біз қазір шақырту жазамыз 103-ке. Бізде бұл отдел 103 шақыртуды қабылдау отделі. Қазір 103-ке қоңырау шаламыз. Жедел жәрдем сөйлесуіміз жазылуда. Столичная скорая помощь, разговор записывается. Сәлеметсіз бе, Наркулов? Әл-Фараби 46. Ер кісі ессіз жағдайда жатыр. Қазір бұл кісілер шақыртуды жазып, сохранить еткен кезде бұл кісілерге автоматты түрде шақырту келеді. Бұл бастаманы еліміздің ең ірі мегаполисі Алматы қаласы да қолдап отыр. Себебі, оңтүстік Астанада жедел жәрдем шақыртушылар саны өте көп, ал қала аумағының кеңдігі шұғыл көмек көрсетуді қиындата түседі. Ресми мәліметтерге сүйенсек, Алматы қаласында 2 миллионнан астам халық тұрады. Қаладағы жедел жәрдем қызметі күніне шамамен 4000-ға жуық қоңырау қабылдайды. Әр диспетчер шамамен 250-300 қоңырауға жауап береді. Қызметте жүрген диспетчер саны 125, оның 15-і аға дәрігер.
Ауа райының құбылмалы сипаты, көлік кептелісі мен кейбір аудандардың қала шетінде орналасуы дәрігерлер жұмысына қосымша кедергі келтіреді. Бізде Алматы қаласында ақпараттық жедел жәрдем диспетчерлік орталық, бір орталық және 13 қосалқы станциямыз бар. 188 автокөлік қызмет жасайды тәулігіне. Әлемнің дамыған елдері заманауи цифрлық шешімдерді белсенді енгізгеніне де біраз болды. Пациентке жол тартқан жедел жәрдем көлігінің нақты қай жерде келе жатқандығын және оның қозғалысын картадан бақылау, тіпті жедел жәрдем бригадасы жеткенге дейін алғашқы көмек бойынша нұсқау алу бұл бүгінде тек артықшылық емес, өмірлік қажеттілікке айналған. Бірнеше елдің тәжірибесі осы бағытта қалай жұмыс істейтінін көрсетіп отыр. Бұндай жүйелер әлемнің дамыған елдерінде кеңінен қолданылады. ақш-та көптеген жедел жәрдем қызметтері арнайы мобильдік қосымшалар арқылы пациентке келе жатқан бригаданың орналасқан жерін көрсетеді. Пульсара, MS Tracker сияқты жүйелер медициналық мекемелермен тікелей интеграцияланған. Ұлыбританияда HNS 111 қызметі науқастың жағдайына қарай жедел көмек көрсететін бригаданың уақытын алдын ала болжауға және олардың қозғалысын қадағалауға мүмкіндік береді. Сингапурда жедел жәрдем GPS негізінде нақты уақыттағы карта жүйелерімен толық қамтылған. Әр азамат шақыртудан кейін арнайы қосымша немесе SMS арқылы бригаданың қозғалысын көре алады. Германияда науқаспен байланыс орнатып, жедел жәрдем жеткенге дейін не істеу керектігін нақтылап отыратын жүйелер дамыған. Дубайда Smart Ambulance атты Dubai Corporation for Ambulance Services атты сервисіне қарайтын сервис жұмыс істейді. Ол арқылы азаматтар жедел жәрдемнің дәл қай жерде келе жатқанын біліп отырады. Ал Ресейде 112 атты жедел желісі мен оның қосымшасы бар. Дамыған елдердің тәжірибесі көрсетіп отырғандай, жедел жәрдем қызметін цифрландыру бұл жай ғана технологиялық жаңару емес. Ол әрбір минут маңызды болатын жағдайда адам өмірін сақтап қалуға бағытталған нақты шешім. Қазақстанда пилоттық жоба ретінде басталған бұл бастама денсаулық сақтау саласындағы жаңа кезеңнің бастауы. Жеделдік, ашықтық және сенім осы жүйенің басты артықшылықтары. Сондықтан мұндай сервистің еліміздің барлық өңірінде қолжетімді болуы уақыт талабы ғана емес, азаматтардың қауіпсіздігі үшін қажетті қадам.